Алғашқы күй 1992-93 жылдары дүниеге келді. Әйелім бар, 2 балам бар. Әке шешем тірі, 2 баланы әке шешем бауырына басқан. Сендерге бала қайда деп қояды. Өз баламызды құшырланып сүюге әке шешемізден шамалы қаймығамыз, ренжіп қалама деп. Сөйтіп жүргенде әйелім 3-ші баланы дүниеге алып келді. 15 қыркүйек 1992 жыл. Есімін Махаббат қойдым. Оған дейін Қуаныш деген ұл, Мөлдір деген қызым. Мынау Мөлдір Махаббат болсын деп Махаббат деп қойдым қызымның атын. Жастау кезіміз, күнәні біліп те білмей де істейтін кезіміз, енді Құдай сақтасын. Сонымен осы менің үйге байлануым, балаға байлануым Махаббат қызымның арқасында болды. 3-4 айлық кезі оны жерге отырғызам, жан-жағына жастық қой. Отыра алмайды, құлап қала береді, былай қояды. Алды-артына жастық қоям, отырмайды. Содан әйеліме айтамын ғой, мынау балам отырмайды ғой деп. Сөйтсем күледі әйелім. 3-ші балаң неше айлығында отыратынын да білмейсің деп. Осындай болды. Енді сол қызыма арнаған алғашқы күйім еді. Есімін Бөбегім деп қойдым. Бірде Қызылорда музыкалық колледжінде жұмыс істейтін кезім бір қызық жағдай болды. 93 жылы 8 мартқа қарсы отырыс болды. Жігіттер жиналып, қыздарымызды құттықтап. Содан үлкен ағайларымыз бар. Алматыдан келген жігітсіңдер, күйлерің бар шығар, тарта қойыңдар дегесін, ойында ештеңе жоқ. Мынау менің алғашқы күйім Бөбегім деп жаңағы күйімді тартпайын ба? Сол-ақ екен, ана жерін Паганиниден алыпсың, мына жерін Листтен алыпсың деймін, Құдай әбден сынап тастады. Түңіліп кетті. Араға 10-15 күн салып, емтихан, аралық емтихандар ғой. Студент балама халық күйі Қосбасар деп нотасын жүріп, жазғызып бердім. Емтиханға кіріп 5 алып шықты. Артынша жаңағы сынап тастаған мұғалімдер, Төлеп, Алматыдан келдіңдер, сендердің күй қорларың көп, күйлеріңді берсеңдерші, мына Қосбасар керемет екен, нотасын берші деді. Нотаны алып бердім, бірақ бұл Қосбасар емес, бұл менің күйім, Бөбегім ғой деп. Ой, сен де бір деп қолын сермеп кетіп қалған, бір осындай бір қызық оқиғалары болды. Алғашқы күйім Бөбегім.